Қайырлы күн, 10-шы сынып оқушылары, сіздермен бірге Мұғалім каналы. Біз бүгін 10-шы сыныптың 4-ші тоқсанға арналған номері, 4-ші тоқсанға арналған тақырып тапсырмаларын орындаймыз. Ең бірінші каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Тапсырманы бастаймыз. Бізде бірінші сұрақ кескін карта бойынша беріліпті. Еуразия құрлығының кескін картасы берілген. Енді сұрақ. Кескін картаға оңтүстік-шығыс Азия елдерін түсіріңіз. Оңтүстік-шығыс Азия және шығыс Азия бұл бізде Қытай, Монғолия, Қазақстан. Солтүстік Америка, ақш елдерінің аймағы белгіленген. Сұрақ, келесі сұрақ. Елдердің физикалық, географиялық орналасуының ерекшеліктерін сипаттаңыз. Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан, Жапония, Корея Республикасы, Корей Халық Демократиялық Республикасы, тарихи географиялық аймақтар. Келесі сұрақ. Кестеден алынған мәліметтерді қолдана отырып, жалпы ішкі өнім деңгейі бойынша көрсеткіші жоғары елдердің дөңгелек диаграммасын құрыңыз. Кестедегі елдердің мәліметтерін қолдана отырып, әлемнің қалған бөлігінің үлесін есептеп, дөңгелек диаграммада көрсетіңіз. Бізде осылай диаграмма берілген. Яғни бұл бізде жалпы ішкі өнім 2018 жыл бойынша Қытай ең көп бөлігі, келесіміз Германия, одан кейін ақш, Үндістан, Жапония қалғаны. Әлемнің қалған бөлігіні есептейді, яғни 38-де 43 бөлігі қалған мемлекеттерге кіреді. Елдердің рейтингтегі орнына әсер ететін түрткі жайттарды көрсетіңіз. Кестедегі бос орындар мен сөйлемдерді толықтырыңыз дейді. Бізде қарасақ, кестеде сарымен белгіленген, яғни бос орында белгіленген елдерімізде ақш, Қазақстан, Нигерия. ақш жалпы ішкі өнім бойынша 20.582 орын. Географиялық фактор Тынық және Атлант мұхиттарына тікелей шыға алады. Халық саны 327 миллион. Экономикалық фактор нафтаға мүше әлемдік сауда жүйесіне көптеген әріптестерінің болуы, ВКФ мен әлемдік банкке әсер етуі. Біріккен ұлттар ұйымына, НАТО-ға, халықаралық ұйымдарға мүше. Қазақстан 509-42 орын. Теңізге шыға алатын жол жоқ. Еуразия материгінің орталығы мен Ұлы жібек жолының бойында орналасқан. Халық сауаттылығы 99%. Экономикалық фактор мұнай өндірісіне тәуелділік. Көрші елдермен жақсы қарым-қатынасты. Соңғы бізде Нигерия 23-те 5, 1344 орын. Теңізге шыға алмайды. Нигерия әлеуметтік халықтық фактор, халықтың сауатсыздығы, халқының көпшілігінің әлеуметтік жағдайы осы. Пайдалы қазбаларды өндіруде техника мен технологияның жетіспеушілігі. Әлемдік тәжірибеде дауыс беру мүмкіндігі жоқ. Яғни саяси фактор. Тапсырманы орындаңыз. Салыстырма көрсеткіштерінің бірі жан басына шаққандағы жалпы ұлттық өнім ұғымын мазмұндаңыз. Жан басына шаққандағы жалпы ұлттық өнім жыл ішінде экономикада өндірілген түпкілікті тауарлар мен қызметтердің толық көлемінің жалпы нарықтық өнім. Жалпы ұлттық өнім есептеу жолын көрсетіңіз. Жалпы ұлттық өнімді есептеу әдісі. Жыл ішінде өндірілген тауарлар мен қызметтерді сатып алуға компанияның барлық шығындарын жиынтығы. Сол жылы өндіріске түскен ақшалай кірісті қосу арқылы немесе қосылған мәндерді жинақталады.
Жалпы ұлттық өнім немесе жалпы ішкі өнімнен айырмашылық ажыратыңыз. Жалпы ұлттық өнімнің жалпы ішкі өнімнен айырмашылығы көрсеткішті халық тұтынған тауарлар мен қызметтердің мемлекеттік сатып алудың күрделі салымдардың құнын қамтиды. Әлемді заңды аудандастырудың негізгі белгілері бойынша сипаттаңыз.